Баршаңызға сәлем. Орыс тілі күнделікті өмірде ең қажетті тілдің бірі. Бірақ сол тілде қалай сөйлеп үйренем, грамматиканы түсінбеймін, сөздерді қалай жаттасам болады, род, окончание, предлогтарды қалай ажыратам деген сұрақтар сізді мазалайды ма? Еш уайымдамаңыз, оның шешімі бар. Оп-оңай каналы арқылы тез әрі жылдам үйренетін боласыздар. Сонымен сәлем достар. Оп-оңай каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз дательный падеж. Осы уақытқа дейін септіктерді өткен кезде біз предложный падеж, творительный падеж, винительный падежді өткен болатынбыз. Ал бүгін өтетін тақырыбымыз дательный падеж. Алдымен түсініп алайық. Дать сөзі беру деген мағынаны білдіреді. Дать кімге беру? Сұрақтарына келетін болсақ, кому, чему деген сұраққа жауап береді. Ал предлогтарына келетін болсақ, к, по, благодаря, навстречу сияқты алдынан келеді. Сонда дательный падеж нені білдіреді деп отырған шығарсыз. Бірінші білдіретін нәрсесі бұл адресат, біздің әрекетіміздің бағыты. Мысалы, бір кітапты біреуге бергіміз келсе, демек біреуге бағытталып тұр. Яғни кімге деген сұраққа жауап береді деп айтуға да болады. Мысалы, родители регулярно дают сыну деньги на карманные расходы. Яғни ата-анасы баласына ақша береді. Бұл жерде бағыт баласына болып тұр, яғни сыну. Екіншісі, Иван отправил друзьям открытки из Италии. Яғни кімге бағытталып тұр? Достарына, друзьям. Родители подарили младшей дочери большую куклу. Ата-анасы кішкентай қызына үлкен кукланы сыйлыққа берді. Бұл жерде кімге? Яғни младшей дочери, қызына бағытталып тұр. Немесе тағы бір мысал, Динара предложила своему мужу открыть семейный бизнес. Динара өзінің күйеуіне отбасылық бизнес ашуды ұсынды. Бұл жерде кімге ұсынды? Өзінің күйеуіне. Яғни адрес бұл жерде күйеу болып тұр, бағыты. Дательный падеждің екінші білдіретін нәрсесі бұл возраст, яғни жас. Сколько тебе лет? Сен қаншадасың? Мне 25. 25. А тебе? Сколько лет твоему брату? Қазір мына нәрсеге назар аударыңыз. Соңында окончание у болып тұр. Оны сабақтың соңында түсінетін боласыздар. Қазір мұқият тыңдаңыздар. Нені білдіретінін алдымен анықтап алайық. Сосын окончаниеге көшетін боламыз. Нашей компании исполняется 10 лет. Бұл жерде де 10 лет дательный падежді білдіріп тұр. Үшінші білдіретін нәрсесі нужно, надо, можно, нельзя, разрешено, запрещено сияқты сөздер келсе, міндетті түрде жанында дательный падеж бар екенін білдіреді. Мысалы, пассажирам запрещено курить в самолете. Бұл жерде жолаушыларға ұшақта темекі шегуге болмайды дейді. Кімге? Жолаушыларға. Можно мне завтра прийти на работу пораньше и уйти пораньше? Бұл жерде можно сөзі бар. Демек, ішінде міндетті түрде дательный падеж бар екенін білуге болады. Енді сұрақ қояйық. Можно мне? Кімге? Маған. Келесі мысал, моей коллеге срочно нужен отпуск. Мына сөзде нужен деген сөз бар. Демек, ішінде міндетті түрде дательный падеж бар. Енді оны анықтау үшін сұрақ қоямыз. Менің әріптесіме тез арада демалыс керек дейді. Кімге? Әріптесіме. Демек, бұл жерде коллеге сөзі дательный падеж. Любому студенту можно делать ошибки. Можно сөзі бар. Демек, бұл сөйлемде дательный падеж бар екенін анықтауға болады. Енді сұрақ қояйық. Кез келген студентке қателік жасауға болады дейді. Енді кімге жасауға болады? Студентке, яғни студенту. Төртінші білдіретін нәрсесі қандай да бір күйді бастан кешіретін субъект. Мысалы, бұл қандай да көңіл күйді білдіреді. Мне лень ехать в магазин. Лучше я закажу книги в интернете. Бұл жерде көңіл күйді білдіріп тұрған нәрсе лень. Демек, дательный падеж мне. Молодым людям скучно на уроке. Жас адамдарға сабақ қызықсыз. Скучно сөзі бұл көңіл күйді білдіріп тұр. Ал жас адамдарға кімге? Жас адамдарға. Демек, дательный падеж молодым людям. Детям весело на празднике. Бұл жерде весело, көңіл күйді білдіріп тұр. Ал детям кімдерге?
балаларға. Демек бұл жерде дательный падеж детям. Бесінші білдіретін нәрсесі уақыт. Оның ішінде к және по сияқты предлогтармен бірге келсе. Мысалы, по пятницам Оксана занимается йогой. Жұма күндері Оксана йогамен айналысады. Бұл жерде дательный падеж по пятницам. Өйткені уақытты білдіріп тұр және де по предлогымен бірге келіп тұр. По вечерам Антон любит читать или гулять в парке. Бұл жерде по вечерам дательный падеждің рөлін атқарып тұр. Сонымен қатар к предлогын біз қолданамыз, егер бір нәрсені белгілі уақытта бітіргіміз келсе. Өйткені сол уақытта біз нәтижесін пайдаланғымыз келсе. Мысалы, мне нужно прочитать эту книгу к следующей субботе. Маған бұл кітапты келесі сенбіге дейін оқып бітіру керек. Яғни к предлогы бітіру керек, яғни белгілі уақытта сенбіге дейін бітіру керек екенін білдіріп тұр. Өйткені сенбі күні оны достарыммен талқылаймын. Ивану нужно к декабрю накопить 1 миллион. В декабре он планирует купить машину на этот миллион. Иванға декабрге дейін 1 миллион теңге жинау керек. Өйткені ол сол ақшаға машина сатып алады. Түсінген шығарсыздар, иә? Яғни белгілі бір уақытқа дейін бітіру керек болса, к предлогын қолданамыз. Алтыншы білдіретін нәрсесі бағыт. Қайда? Куда? Егер сіздің мақсатыңыз белгілі бір жерге емес, адамға немесе жануарға болса, онда соны білдіреді. Мысалы, завтра я иду к врачу. Ертең мен врачқа барамын. Бұл жерде менің бағытым врач болып тұр. Жетінші білдіретін нәрсесі етістіктермен бірге келсе. Радоваться, удивляться, мешать, принадлежать сияқты етістіктер келсе, онда дательный падеждің бар екенін білдіреді. Я очень рад нашей встрече. Осымен біз дательный падеждің нелерді білдіретінін біз түсіндік. Енді окончаниеге тоқталамыз. Окончание бөлімі өте оңай, бір түсініп алсаңыздар жеткілікті. Мужской родтан бастаймыз. Мужской род көбінесе дауыссыз әріптермен аяқталады, бұны білесіздер. Мысалы, стол, отец, врач, студент, ребенок сияқты. Енді оған дательный падежге келтіру үшін жай ғана уды қосасыздар. Мысалдар: я подошла к столу. Мен столға келдім. Дети часто дают отцу деньги. Балалар әкесіне ақша жиі береді. Кімге жиі береді? Әкесіне. Я подошла к врачу. Мен врачқа келдім. Любому студенту можно делать ошибки. Кез келген студентке қателік жасауға болады. Кімге жасауға болады? Студентке. Енді мужской родта барлығы дауыссыз әріппен аяқтала бермейді, мягкий знакпен және и краткімен аяқталатын сөздер болады. Олар водитель, музей, сарай, преподаватель, Сергей сияқты. Енді осындай сөздер келсе, біз оларға жай ғана юды қосамыз. Сонда: я решила оплатить водителю. Жүргізушіге мен төлейтін болдым. Кімге? Жүргізушіге. Я пришла к музею. Мен музейге келдім. Я подошла к сараю. Я сказала преподавателю. Я купила Сергею цветы. Енді женский род сияқты, бірақ мужской родта кездесетін сөздер болады. Олар папа, дедушка, мужчина, дядя. Осыларды дательный падежге ауыстыру үшін е қосамыз. Мысалы, папа папе, дедушка дедушке, мужчина мужчине, дядя дяде. Мужской род сонымен бітті. Енді средний род. Средний род тура мужской род сияқты у немесе ю сияқты окончаниялар қосылады. Мысалы, о болса у қосылады, е болып келсе ю окончаниясы жалғауы қосылады. Я подошла к окну. Почему людей так тянет к морю? Готовим руку к письму. К платью подойдут серьги. Енді женский род. Бұл да өте оңай, бір түсініп алсаңыздар, ұмытпайсыздар. Женский родта білеміз, көбінесе сөздер а немесе я болып аяқталады. Келеді, мысалы, мама, сестра, семья, Настя сияқты а, я әріптермен бітеді соңғы әрпі. Енді оны дательный падежге қою үшін жай ғана е жалғауын жалғаймыз. Мысалдар: маме я рассказываю все свои секреты. Мамаға мен бүкіл сырларымды айтамын. Кімге? Мамаға. Я сказала сестре. Мен әпкеме айттым. Кімге айттым? Әпкеме. Она сказала подруге, что я врач.
ол құрбысына айтты мен врач екенімді. Кімге айтты? Құрбысына, подруге. Я подошла к комнате. Мен бөлмеге келдім. Қайда келдім? Бөлмеге. Насте нельзя ничего рассказывать. Настяға ешнәрсе айтуға болмайды. Кімге? Настяға. Женский родта мягкий знак және ия мен келетін сөздер бар. Мысалы, тетрадь, кровать, ночь. Ол кезде и қосылады. Мысалы, мы доедем только к ночи. Я подошла к кровати. Сонымен егер ия мен келсе, оған и қосылады. Мысалы, аудитория болса, аудитории болып келеді. Мягкий знак болса, оған и мен аяқталады. Мысалы, тетрадь, тетради. Сол сияқты соңы я мен келсе, мысалы, семья, алия болса, оған е мен жалғауы жалғанады. Алие, семье. Мысалы, я купила цветы алие. Мен алияға гүл сатып алдым. Кімге? Алияға. А мен келсе, оған е жалғауы жалғанады. Мысалы, мама, маме. Және соңғы ережеміз мать, дочь сияқты сөздер келсе, олар матери, дочери болып өзгереді.